Бокс әлемдегі ең үздік спорт түрі. Жүздеген миллион жанкүйерлер екі боксшыны жұдырықтасқанына тамсана қарайды. Біздің елімізде бокс өте жақсы дамыған. Миллиондаған жасөспірімдер кем дегенде бір рет бокспен айналысқан. Соның арқасында әр жыл сайын кем дегенде бір-екі рет бокстан әлем чемпионы шығады. Солай Қазақстан елі бокстан әлемдік рейтингте бірінші орынды басқарып тұр. Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым. Сіздермен бірге Азамат арнасы және де бүгін біз топ 7 қазақстандық боксшылар жайында сөз қозғайтын боламыз. Айтып кететін жайт, бұл топ тек қана біздің ойымыз бойынша жасалған және де әлемдік бокс-рек сайтына сүйенген. Сондықтан біздің топпен келіспесеңіздер, комментарийге өздеріңіздің топтарыңызды жазып кетсеңіздер болады. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпта видео шығарайық, комментарийде күтетін боламыз. Және де біздің Азамат MMA телеграм арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі осы жерде сіз UFC мен боксты тікелей эфирде тегін көрсеңіздер болады. Сонымен қатар әлемдік және де жергілікті MMA мен бокс жаңалықтары салынып тұрады. Сондықтан барлықтарыңызды күтетін боламыз. Топымызды ашып отырған Садриддин Ахметов, 25 жастағы кәсіпқой боксшы, 1998 жылдың басында оңтүстік Қазақстан облысы Жетісайда дүниеге келген. Жастайынан бокспен айналысып, 10 жасында атақты Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген бапкер Маулет Мустафиннің қол астында жаттыға бастаған. Мектеп кезінде біраз жарыстарда жеңіске жетіп, Қазақстанның жастар құрамасына шақырту алған. 2016 жылы жастар арасында әлем чемпионы атанды. Кейін 19 жасында ұлттық құрамға шақырту алып, 2017 жылы Бангкокта өткен Таиландтың патшасы кубогында жеңіске жетіп, Астана қаласындағы президент кубогында чемпион атанды. 2017 жылдың соңында Садриддин кәсіпқой боксқа көшкен еді. Мексикандықтардың қанын төккен Садриддин Ахметов 2019 жылы WBC US чемпиондық белбеуіне қол жеткізді. Кейін WBC Asia чемпион атанды. 2021 жылдың басында голландық Стивен Даньоны төрешілердің шешімімен жеңіске жетіп, WBA Continental, NBIF және WBC Francophone чемпиондық белбеулеріне қол жеткізді. Дәл қазір Садриддин Ахметов Америкаға визаны алып, әрі қарай жекпе-жектер өткізуге дайындалып жатыр. Келесі орында 32 жастағы Батыржан Жүкенбаев. 1991 жылы Жамбыл облысы Шу қаласында дүниеге келген. Батыр бокспен Алматы қаласында айналыса бастаған және де жастар және де студенттер арасында Қазақстан чемпионы атанған. Әуесқой бокста 225-ке жуық жекпе-жек өткізіп, 200-де жеңіске жеткен еді. 24 жасында Батыр кәсіпқой боксқа ауысып, бірінші жартылай орта салмақта жұдырықтаса бастады. Мексикалық боксшы Косме Ривераны 7-ші раундта нокаутпен жеңіп, IBO International чемпиондық белбеуін жеңіп алды. Кейін 2018 жылы аргентиналық Хонатана Хосе Энисті 7-ші раундта техникалық нокаутпен жеңіп, W Continental Americas чемпиондық белбеуін жеңіп алған еді. Содан 2019 жылдың соңында WBA Continental және де IBF Intercontinental чемпиондық белбеулеріне қол жеткізді. Алайда 2021 жылдың мамырында пуэрторикандық Сабриэль Матиастан 8-ші раундта уақытынан бұрын жеңіліс тапты. Дегенмен қатарынан 3 жеңіске жетіп, абсолютті чемпиондық белбеуге қол жеткізуіне сәттілік тілейміз. Тағы да бір атышулы боксшымыз Жанқош Тұраров. 1990 жылы Жамбыл облысы Талас ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келген. 2003 жылы Алматыға көшіп, 2004 жылы Сағатбек Мұсхановтың қол астында бокспен айналыса бастаған. Әуесқой бокста біраз турнирлерге қатысқанымен тұрарлықтай жеңіске қол жеткізе алмады. Солай 2008 жылы кәсіпқой боксқа ауысып, жеңістерді шемішкеде шақ бастады. 2016 жылы бразилдік Жоаким Карнейроны бірінші раундта нокаутқа түсіріп, NBA чемпиондық белбеуін жеңіп алды. Кейін жартылай орта салмақтағы WBO Intercontinental чемпиондық белбеуін Мауро Годойды нокаутқа түсіріп, өз қоржынына қосып алды. 2023 жылдың наурызында Алматы қаласында мексикандық Алехандро Менесесті 10-ші раундта нокаутқа түсіріп, IBO абсолютті чемпион атанды. Келесі орында екінші жартылай жеңіл салмақта өнер көрсететін Бекман Сойлыбаев. Келілер лақабатына ие боксшымыз 1990 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағашта дүниеге келген. Жастайынан күреспен айналысқанымен кейін боксқа ауысқан еді. Қатарынан 2 рет Қазақстан чемпионатының қола жүлдегері атанып, біраз әлемдік жарыстарда жеңіске қол жеткізген. 2014 жылы әскерлер арасындағы әлем чемпионатында жеңіске жетіп, Diamond Ring компаниясынан кәсіпқой боксқа ауысуына шақырту алып, кәсіпқой мансабын бастаған. 2016 жылдың басында Бекман мексикандық Мойзес Дельгадоны жеңіп, WBA NABA USA чемпиондық белбеуіне қол жеткізді. Кейін Астана қаласында грузиндік боксшыны 2-ші раундта нокаутқа түсіріп, WBC Евразия чемпион атанды. 2017 жылдың сәуірінде WBC International чемпиондық белбеуіне қол жеткізіп, тәжірибелі Мексика боксшысы Херман Мерасты төрешілердің шешімімен жеңген еді.
содан ұзақ уақыт бойы жарақатын емдеп 2021 жылы мексикандық Рамиро Цесарнан жеңіліп қалды. Дегенмен қатарынан 5 рет жеңіске жетіп, абсолютті чемпиондық белбеуге қол жеткізуге жол ашып келе жатыр. Топымыздың қола жүлдесін Мейірім Нұрсұлтанов алып отыр. 1993 жылы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданында дүниеге келген спортшы. Боксқа ағасы Мерей Ақшаловтың жолын қуып келген еді. Айтып кететін жайт, ағасы Мерей 2013 жылы Азия және әлем чемпионы атанған. Ал Мейірім 2013 жылы Тегеранда өткен жастар арасында Азия чемпионы атанды. Ал 2012 жылы Қазақстан чемпионатында Данияр Елеусіновтан ұтылып, қола жүлдеге ие болған. Кейін 2014 жылы Қазақстан чемпионы атанып, Астана Арланс атты кәсіпқой бокс командасында шақырту алған. 2015 жылы әлемдік бокс сериясында жеңіске жеткен еді. 2016 жылы 23 жасында кәсіпқой мансабын бастап, 2018 жылы NBIF Junior чемпиондық белбеуіне қол жеткізген. Содан WBO International чемпион атанып, 19 жекпе-жегінде жеңіске жетті. Дәл қазір Мейірім WBC тұжырымы бойынша әлем чемпионы белбеуіне Карлос Адамаспен қолғап түйістіру мүмкін. Екінші орында Жәнібек Әлімханұлы. Қазақ стайл жайлы біз арнайы видео шығарған болатынбыз. Кіріп қарап кетсеңіздер болады. Бұл жолы тек жай түртіп атап кетейік. Жәнібек әуесқой бокста 308-ге жуық жекпе-жек өткізіп, 300-інде жеңіске жеткен еді. 2013 жылы Азия және әлем чемпионы. 2014 жылы Азиаттық ойындардың жеңімпазы. 2016 жылы Риода өткен Олимпиадада жолы болмағасын, кәсіпқой боксқа ауысып, чемпиондық белбеулерді жинай бастады. Дәл қазір Жәнібек орта салмақта WBO абсолютті чемпион атанды. Ал бір айдан соң 14 қазан күні ақш-тың Розенберг қаласында IBF белбеуінің чемпионы Винченцо Гуальтеримен чемпиондық белбеулерді біріктіру үшін жекпе-жек өткізеді. Батырымызға чемпиондар шайқасында сәттілік тілейміз. Және де біздің топымызда басқарып отырған Геннадий Геннадийұлы Головкин. Қарағанды қаласында 1982 жылы дүниеге келген Гена 2004 жылғы Олимпиаданың күміс жүлдегері атанған. Сонымен қатар 2003 жылы әуесқойлар арасында әлем чемпионы атағына ие болған еді. Кәсіпқой мансабында 45 жекпе-жек өткізіп, тек 2 рет қана жеңіліс тапқан Гена Қазақстан тарихындағы ең үздік боксшы. 17 жыл ішінде WBC, WBA, IBF, IBO чемпиондық белбеулеріне қол жеткізген еді. Гена ағамыз жайлы біз арнайы видео шығарған болатынбыз. Төмендегі сілтемеге өтіп, қарап танысып кетсеңіздер болады. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сіз біздің топпен келіспесеңіздер, комментарийге өздеріңіздің топ 5 боксшыларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.